Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Оразымбетова Айнұр Сейденовна. Пәні өндірісті басқару және экономика. Тақырыбы маркетинг ұғымы. Маркетингтің мақсаты кез келген тауарды сатып алу және айырбастау арқылы өзінің тұтынушыларынан айырылып қалмау және отандық бәсекелестерінің алдына шығу. Ал маркетингтің міндеттері өте көп. Соның ішіндегі ең негізгілері бәсекелестердің қызметін талдау, сұранысқа сәйкес тауарлар қызметтерін шығару және нарықты зерттеу, сонымен қатар сервистік қызмет көрсету деп ойлаймын. Қазақстан 2030 даму стратегиясы ұзақ мерзімді 7 басымдықты іске асыруды қарастырды. The strategic Kazakhstan to end-to-end circle of provides for the implementation of 7 priorities. Бірінші, national security. Екінші, internal political stability and consolidation of society. Үшінші, economic growth based on an open market economy with a high level of foreign investment and domestic saving. Төртінші, health education and wealth of Kazakhstan. Бесінші, energy resources. Алтыншы, infrastructure, especially transport and communication. Жетінші, professional state. They make seem to be a professional state, to become a professional state of special was a profession. Яғни кәсіби мемлекетке айналу үшін мамандарымыз кәсіби маман иесі болу қажет деп ойлаймын. Питер Друкер айтады, маркетингтің басты мақсаты клиентті тауар немесе қызмет өзіне сататындай етіп тану дейтін болса, оған қарама-қарсы неміс маркетологы Ханс Кершкен маркетинг тұтынушы сұранысын тікелей не жанама түрде нарықпен байланыстыра отырып шешуге бағытталған іс-әрекет деп айтады. Маркетингтік қабілетіміз біздің жоғары болған сайын кез келген кәсіпорын басшысы болсын, кәсіпорын менеджері болсын, кәсіпорын жұмысшылар болсын. Мысалы, кез келген кәсіпорынның менеджері өзінің тауарын жарнамалап, таныстырып, 100 тұтынушыға хабардар етті. Оның аяқ кезінде сол тауарға 4 қана тұтынушы тапсырыс берді. Егер оның маркетингтік қабілеті неғұрлым жоғары болған сайын, онда 4 емес, мысалы 10 немесе 15 адам тапсырыс беретін еді. Бұдан шығатын нәтиже қандай? Кез келген кәсіпорын алғашылық жетсін десеңіз, кез келген бәсекелестердің алдын озамын десеңіз, менің өзіңіздің тауарыңыз бүкіл ішкі нарықта жаулап алсын десеңіз, әрқайсысында сол кәсіпорынның маркетингтік қабілеті өте жоғары болуы қажет. Ол үшін маркетингтік қызметі нарықты зерттей білуіміз қажет. Екінші, компанияның даму бағытын нақтылап, жоспарлауымыз керек, яғни стратегия болу керек. Үшінші, жаңа өнімдерді дайындап бағасын қоюымыз керек, яғни баға саясатына көңіл бөлуіміз қажет. Себебі нарықта баға бірде өте төмендеп кетсе, бірде өте жоғарылап кетеді. Ол бағаның тұрақсыздандуы ол кәсіпорынға өте зор зиянын тигізеді. Төртінші, өткізуді ұйымдастыру, яғни кез келген тауарды сатумен ғана, сатып алумен ғана айналысса, оны кімге өткіземіз, кімге сатамыз, сол жағына өте көңіл бөлуге қажет. Бесінші, тұтынушылармен коммуникация. Енді кез келген кәсіпорын немесе кәсіпорын басшысының алдында не сату қажет, кімге сату қажет, тауарды қалай жылжыту керек, қайда, қашан және қалай сату керек деген сұрақ туындау керек. Осы сұрақтардың кез келгеніне оның жауабы болу қажет. Егер осы сұрақтың біреуіне жауап таппайтын болса, онда оның тауары сұранысқа ие бола алмайды. Мысалы, кез келген кәсіпорын міндетті түрде өзінің тауарын жарнамалап жатады. Біз қазір теледидардан қарайтын болсақ, неше түрлі әдемі суреттермен көмкерілген, неше түрлі мынадай жарнамалық суреттерді өте көп байқаймыз. Бірақ маркетинг көзқарастары суреттер мен жарнамадағы сөздерден ғана құралмайды, ол тұтынушылардың өзіне лайық, қажет дүниені түсіндіруді көздейді. Сол себепті маркетинг ешқашан толастамайтын, қайталана беретін үдеріс болып табылады. Балалар, осы уақытқа дейін маркетинг 4P болды. Продукт, өнім, place, бөлу, прайс, баға, промоушн алға жылжу болса, оған 5P қосылды, people адамдар. Және қазіргі заманауи кезінде, жаңа заманауи технологиялардың дамыған кезінде, осы бәсекелестердің көбейгені кезінде, бұл біздің маркетингмен 7P-ға ауысты. Яғни процесс сатып алу үдерісі және физикалық evaluation, яғни физикалық атрибуттар. Енді бұлардың анықтамалығына қалып келетін болсақ, мына кестеде барлығы анықталып көрініп тұр. Енді бұл сұрақтарға жауап беру үшін әр уақыт жүргізіліп тұратын маркетингтік зерттеулер қажет. Маркетинг зерттеулердің негізгі әдістері: сапалы мәліметтер жинау тәсілдері,
сандық мәліметтер жинау тәсілдері микс тәсілдер табылады. Балалар, сабағымызды қорытындылай келе біз өзіміздің тауарымыздың сұранысқа ие болуымыз қажет ететін болсақ, кәсіпорнымыздың бәсекелестердің алдында тұрып номер бірінші деңгейге жеткіміз келсе, біз әрдайым свот анализ жасап отыруымыз қажет. Яғни свот анализ ең бірінші сюшайнс, яғни күшті жақтары, екінші ойынкнес, әлсіз жақтарын біліп отыруымыз қажет. Үшінші opportunities, мүмкіндіктерін біліп отыруымыз қажет. Және төртінші threats, яғни қауіптерді біз үнемі біліп отыруымыз қажет. Яғни анализ талдап жасап отырған жағдайда бізде жоспар болады, нақты стратегия болады, нақты тактикамыз. Үйге тапсырма топтарға бөлініп, свот талдау анализін жасаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыз.